9-10 миллионға для себя күнделікке айдайтын қандай жақсы көлік алуға болады? Бірінші орында, конечно, Camry. 50, 55, 70. 50-ді идеал аласың, 55-ті орташасын аласың, и 70-тің сәл шаршаған аласың. Зато 70. Объем тек қана 2/5, 2, 3/5 керек емес. Екінші орында Kia K5, Hyundai Sonata. Объем 2, 2/5, разница жоқ. Главное состояние и комплектация. Екеуі де Camry'дан жұмсақтығынан қалады. Lexus ES 250, Lexus GS 250. Оларды үшінші орынға қойдым. Бағалар түспейді, жолда қалдырмайды, бірақ запчастары сәл қымбаттау. Төртінші орында Hyundai Grandeur 6-шы поколение, Kia K7 2-шы поколение. Салондары кең, навороттары көп, 3 литр газ бензин разница жоқ, 2/4 керек емес. Бесінші орынды по традиции оқырмандарыма қалдырдым, бірақ өз ойым Toyota Highlander 2-шы поколение. 10 миллионға дұрыс көлік табылмай жүрсең, осы видеоны сақтап қой, или іздеп жүрген досыңа жібер. Ең бастысы көлік аларда тексеруді ұмытпа. Ақ жол.